Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2007 жылғы Безизиян атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Мистер Хопс, как вы смогли вынести бриллианты? Кейси атты журналист Лаура Куин атты жасы келген әйелге мақала жазып бермекші. Сұхбат кезінде Лаура қорапшадан салмағы 168 караттық бриллиантты алып шығады. Жылтыраған бриллиантты көрген Кейси аң-таң болып отыр. Сол кезде Лаура бұл бриллиантқа қалай қол жеткізгенін айтып бастайды. 1960 жылы Лаура әлі жас болғанымен үлкен жауапкершілігі бар әйел. Лондон алмаз компаниясына Лаура жұмысқа үнемі ерте келетін. Осы кезде мистер Итан қасындағы екі күзетшісімен бірге екі арба бриллиантты қоймадан шығарып тексеріске жіберге жатыр. Бір кезде компанияның бастығы МК өзінің баласы Олимен бірге ғимараттың қасына келіп тоқтағанда, адамдар көлікті қоршап, оларға наразылық білдіреді. Өйткені Африкада алмаз шахтасында 100-ге жуық адам қайтыс болған екен. Лаураның ойынша, орыстар бұл оқиғадан кейін олармен байланысты үзуі мүмкін. Өйткені оқиға жайлы ақпараттар өте тез тарауда. Сонда МК компанияның жаңа директоры ретінде Питер Болдонды сайлайды. Лаураны таңдамаған себебі компанияның бұрыннан келе жатқан дәстүрі бойынша директор тек еркек адам болады екен. Кешке мистер Хопс атты еден жуушы Лаураның кабинетін тазалауда. Оның ойынша адамдар батыл болып, әрдайым мақсатына жетуі керек. Біраздан соң мистер Хопс Лаураға сәттілік тілеп кабинеттен шығып кетеді. Ертеңінде Лаура коридордан Гарольд атты бұрынғы танысын кезіктіреді. Оған визитка берген Гарольд Лаураны өзінің компаниясына шақыруда. Осыдан кейін Лаура үстелден кинотеатрға шақырту билетін көреді. Енді бұл кім екен деп барса, ол мистер Хопс болып шықты. Мистер Хопс өзінде жаман ой жоқтығын айтып, қасына жайғасуын өтінеді. Оның айтуынша, Лаураны жақында жұмыстан шығарса керек. Осы кезде көңілі түскен Лаураға мистер Хопс өзінің жоспарын айтпақшы. Жоспар бойынша екеуі бірігіп, қоймадан көп мөлшерде бриллиант ұрлауы керек. Бірақ өте көп емес, байқап қоюы мүмкін. Бірақ та Лаураның бұл ұсынысқа келісетін түрі жоқ. Ертеңінде Лаура Гарольдпен кездесуді шешті. Әңгіме кезінде Гарольд оны жұмысқа алмайтын болды. Себебі Лаураның компаниясы ол жайлы жаман өсек таратқан екен. Кешке қарай Лаура мистер Хопспен жолығып жоспар жайлы сұрайды. Сейфтің коды апта сайын ауысатындықтан оған Лаураның көмегі керек болып тұр. Код жазылған қағаз МК-дің үйіндегі бөлмесінде сақталады екен. Орыстармен кездесетін түні Лаура білдіртпей бөлмеден кодты алып шығуы керек. Бриллиантқа келгенде оны термосқа сыйғанша салып, екеуі теңде-тең бөліп алмақшы. Мереке күні Лаура Ресейдің алмаз заводының бастығы Дмитриймен билеп болған соң, ақырын МК-дің бөлмесіне барады. МК-дің сейфті қалай ашқанын жаттап алып, бастықтың кеткенін күтеді де сейфті ашады. Ішінде шынымен де Хопс айтқандай қойманың коды жатыр. Келесі күні күзетшілер орнатқан жаңа камералар әр 60 секунд сайын өлшіп отырады екен. Хопс болса, бұл уақыттың қоймаға кіріп шығуына жеткілікті екеніне сенімді. Осылай компанияны тонайтын күнде жетіп келді. Күзет бөлмесін тазалап жатқанда камераларды көрген Хопс әжетханаға барып секундомерді жүргізеді. Осы кезде Лаура күзет бөлмесіне хабарласып, олардың назарын аударуда. Сағатына қарай жүріп, Хопс сейфті ашып ішіне кіреді де уақыты келгенде қашып шығады. Жұмыстан шыққан Хопсты күтпеген жерден күзетші келіп оны тоқтатады. Өйткені әжетхана толып кеткен болатын. Кешке үйіне келіп, термосты төксе, ішінде бриллиант емес, жай ғана шай болып шықты. Ертеңінде Лаураға мистер Итан хабарласып, тезірек қоймаға келуін өтінеді. Қоймаға кірген Лаура не болғанын түсінбей тұр. Қоймада бір тал болсын бриллиант қалмаған. Мистер Итан тергеуге Финч атты мықты детективті жалдайды. МК барлығын жинап, полиция жақтан тергеу болмайтынын жеткізуде. Өйткені бұл жағдай халық арасына тарап кетсе, компания толықтай құлағай тұр. Әшкере болудан қорыққан Лаура тінтуге бірге атсалысады. Детектив Финчтің ойынша, бұл камералар 60 секундқа тоқтағанда біреулер кіріп кетуі мүмкін.
Синклер МК-ға 5 миллион фунт төлеп, ары қарай жұмыстарын бастауды ұсынады. Бірақ та ашулы МК бәрін дәл қазір ақша төлемей қайтарғысы келіп тұр. Лаура Хоббспен жер асты туннелінде кездесіп, оған бриллианттарды орнына қайтаруын өтінеді. Әйтпесе екеуі де түрмеге кетуі мүмкін. Финч Лаураға келіп, одан саусақ ізін алмақшы. Осыдан кейін Хоббсқа әртүрлі сұрақтар қойған детективті бір кезде көмекшісі шақырады. Хоббс кетпей тұрып, Лаура оны бриллианттарды қайтаруға көндірмекші. Әйтпесе түрмеге мәңгіге кетеміз деп алаңдап жүр. Сонда да Хоббс онымен келісетін емес. Лаура Финчпен бірге жолығып, оқиғаны талқылауда. Компанияда 2 тонна бриллиант жоғалды деп естіген журналистер сыртта үйіліп тұр. Сол сәтте баспалдақтан түсіп бара жатқан МК-дің жүрегі ұстап мерт болады. Барда Финч Лаурадан бриллиантты қалай ұрлағанын сұрайды, өйткені Лаураның саусақ ізі МК-дің бөлмесінен табылған болатын. Лаура болса шынайы дәлел жоқтығын айтқанда, Финчтің көмекшісі келіп МК-дің өлімі жайлы ескертеді. Әжетханада Лаура бриллиантты құбырға түсіріп алғанда барып, Хоббстың 2 тонна бриллиантты қалай ұрлағанын түсінеді. Фонарикпен жер астына түссе, туннелде Хоббста жүр екен. Енді Хоббс оған пистолетін бағыттап, осы жерде қалуын бұйырады. Шалдың пистолетін қағып түсіріп, туннелмен қашпақшы болғанымен Лаура шалынып түсті. Қасында жатқан үлкен бриллиантты көріп, оны білдіртпей қалтасына тығады. Хоббстың айтуынша, әйелі қатты ауырып, оны емдеуге үлкен ақша қажет болған. Сол кезде страховой компанияның бастығы Синклер әйелінің операциясын кейінге қалдырған соң, ауру асқынып, әйелі көп ұзамай қайтыс болыпты. Енді Хоббс әйелінің өлімі үшін Синклерден кек алмақшы екен. Шын мәнінде Хоббс бриллианттарды еден жууға арналған арбасына салып, оларды бөлмесіне алып кетіпті. Раковинаға барлық бриллиантты төгіп, оларды туннельге қарай ағызып, сол жерде жинаған екен. Енді Хоббс үшін миссия толықтай бітті. Туннельді аралап жүрген Лаура үйіліп тұрған бриллианттарды байқап, полицияға хабар береді. Бір кезде оған Финч келгенде, Лаура енді шындықты айтпақшы болады, бірақ та Финч оны тоқтатып, бұл жайлы сөз қозғамауын өтінеді. Ертеңінде МК-дің баласы Оли халыққа бриллианттардың жоғалмағанын жариялап, журналистерге қоймаға кіруге рұқсатын береді. Осыдан кейін Лаура бір айдан соң жұмыстан өзі шыққан екен. Бұған себеп картасына Швейцария банкынан келген $1 миллион. Лаура өзінің жазбасын Кейсиге тапсырып шығып кетеді. Кейси жазбалардан Лаураның барлық ақшаны қайырымдылық қорына аударғанын көріп, таңғалып отыр. Ал соңғы бетіне Лаура бұл әлемде сен алушысың немесе берушісің деп жазып кетіпті. Осылай біздің Безызиян атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.